Мына әкеміз ұшақпен 14 мәрте апатқа ұшыраған. Денесінің көп бөлігінен ауыр жарақаттар мен көптеген сынықтар алған. Соған қарамастан ол қан майданда 300-ден аса жорық жасап, бәрін сәтті жасап, ерен ерлік көрсеткен. Өкінішке орай оны біреу білсе, біреу білмейді. Ол кім десеңіздер, қазақтың батыр қызы Хиуаз Доспанова. Хиуаз Доспанова апамыз 1922 жылы 15 мамырда Ганюшкин ауылында дүниеге келді. Ол екінші дүниежүзілік соғыста Қазақтан шыққан жалғыз әйел ұшқыш, жауынгер, батыр, Қазақстан Республикасының халық қаһарманы. Хиуаз Доспанова апамыз жастайынан сабақты үздік оқып, мектепті алтын белгіге бітіреді. Мектепті үздік аяқтаған батыр қыз Орал қаласындағы аэроклубты да қоса бітіріп, запастағы пилот куәлігін алады. Хиуаз Мәскеудегі Жуковский атындағы әскери әуе академиясына құжат тапсырғанмен, онда тек ерлер ғана оқитын болғандықтан оған түсе алмайды. Амалсыздан Мәскеу медицина институтына оқуға түседі. Осы оқу орнының бірінші курсын аяқтаған уақытта ол соғысқа аттанады. 1942 жылы әйелдерден құрылған жалғыз әуе полкі құрылып, оның қатарында бойы небәрі 150 см болатын қазақтың қаракөз қызы қабылданады. Айлакер ұшқыш әйелдерді немістер Нахштеген, яғни түнгі перілер деп атаған. Олардың тактикасы қашықтықты сақтай отыра нысанаға жақындап, биіктігін төмендетіп, жаудың үстінен бомбалау. Тек түнде ғана ұшып, биіктігін төмендеткен сәтте ұшақтың қозғалтқыштарын сөндірсе керек. Сөйтіп ешқандай дыбыс шығармастан атқылаған. Әжеміз бір күнде қатарынан 7-8 рет көкке көтерілетін болған. Қиын тапсырманы орындау кезінде бірнеше рет өлімнен аман қалған. Соғыс кезінде 300-ден астам рет көкке көтерілген Хиуаз Доспанова екінші топ мүгедегі болып елге оралды. Жауынгер құрбыларының барлығы дерлік Кеңес одағының батыры атағына ие болды. Алайда қазақтың жалғыз қызының есімі марапаттау кезінде аталмады. Соғыстан кейінгі жылдарда Хиуаз Доспанова Абай операсы мен Шоқан Уәлиханов драмасын сахналауға, медеу спорт кешенін салуға және көптеген тарихи маңызы бар еңселі ғимараттардың құрылысына ер азаматтармен иық тіресе жүріп араласып, көптеген игі жұмыстардың ортасынан табылды. Соғыстан кейін лауазымды қызметтер атқарған Хиуаз Доспановаға елбасының жарлығымен халық қаһарманы атағы 2004 жылы берілді. Хиуаз апамыз 2008 жылы Алматы қаласында 20 мамырда 86 жасында дүние салды. Жалпы достар, менің ютубтағы негізгі міндетім қазаққа авиация саласы жат емес екенін, қазақтар бұрыннан бері авиацияны игерген екенін сіздерге айқын дәлел ретінде көрсету, және де осындай еңбегі дұрыстап бағаланбай қалған батыр бабаларымыз бен батыр әжелеріміздің ерлігін қайта жаңғырту, олардың ерлігін ұлттың санасына сіңдіру және жастарды білім мен еңбекке, ерлікке баулу. Ал ендеше бүгінгі 9 мамыр ұлы жеңіс күні құтты болсын. Жастарымыз елін қорғайтын мықты азамат болсын.